Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен сабақтағы тиімді әдіс-тәсілдермен танысамыз. Менің каналыма тіркеліп, қолдауды ұмытпаңыздар. Домино әдісі. Қағаз қиындылары домино пішінде қиылып, ортасынан қаламмен сызылады. Топтағы бірінші оқушы оң жақ бөлігіне сұрақ жазады. Келесі оқушы келесі домино парақшасының сол жағына сол сұрақтың жауабын жазады. Оң жағына өз сұрағын береді, тиісінше келесі оқушы өз доминосына осындай жазба қалдырады. Барлық топ өз доминоларын жасап болған соң араластырып көршілес топқа домино қиындыларын құрастыруға ұсынады. Әрі жылдам, әрі дұрыс құрастырған топ жеңіске жетеді. Бұл әдісті математика сабағында пайдалануға болады. Бұл ойын балаларға өте қызықты әрі тиімді әдістердің бірі. Веер немесе желпеуіш әдісі. Қағазды веер пішінінде бүктеп, бірінші оқушы бір бөлігіне сабаққа қатысты сұрақтар жазып шығады, ал екінші оқушы екінші бөлігіне қысқаша жауап жазып тапсырады. Келесі оқушылар солай жалғастыра береді. Келесі әдістердің бірі жылдам фото. Бұл ойын оқушылардың зейіндерін шоғырландырып, есте сақтау қабілеттерін арттыру үшін жүргізіледі. Оқушылар шеңбер құрып отырады да 1-2 минут бірін-бірін көзбен жылдам фотоға түсіреді. Содан соң кері бұрылып отырып, мұғалімнің түрлі сұрақтарына жауап береді. Өзінен кейін үшінші кім отырғанын, қарсы отырған оқушының үстіндегі киім түсін, кімнің көк көзділік тағып отырғанын, тағы сол сияқты сұрақтарға жауап береді. Дұрыс, бұрыс әдісі. Бұл әдісте өткен тақырып бойынша сұрақтар дайындауға болады. Оның жауаптарында дұрыс және бұрыс пікірлер болуы қажет. Тапсырманы орындап болған соң оқушылардың жауаптары тексеріледі. Оқушыларға қате кеткен оқушының жауабын түзеу мүмкіндігін беруге болады. Осы әдіс арқылы оқушылар өз ойларын еркін айта алады. Достар, бүгін біз сіздермен сабақтағы тиімді әдіс-тәсілдермен таныс болдық. Болашақта бұдан да қызықты әдіс-тәсілдер мен ойындар болады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.